енді қалай дәлелдеп айтайын факт бойынша. Мынау караокеларды қарасаңыз бәрінде жазылып тұр Нұрлан Өнербаев. Клип жасама, ана күні өзін тыңдап отырмын, бейне таспа жасаған емеспін дейді. То анашымға да бейне таспа жасады, бірақ аты жөнін жазылмаған авторлардың. Ал енді мына Қайрат Жұмағалиев ағамыз бар. Қайрат Жұмағалиев ағамыздың қызы хабарласты маған. Міне әкемнің өмірден өтіп кетсе де сол әруағын сыйламай, сол кісінің аты жөнін айтпай айтқаны маған өте қынжылтады, мен деп соны қатты айтқаны бар енді ол. Сондықтан да енді жасыратын түк жоқ, бұл енді інім ғой, енді менің қоңыр дауысы да сөз жоқ, Алла берген. Сол дауысымен авторларын айтатын болса, ол одан кішіремейді ешқашанда. Енді бұл соншалықты күрделі болғандықтан мен жамандыққа қимаймын Нұрланды. Өйткені айтып отырмын ғой, 37 жыл деп өзім мойындап отыр. Ал 37 жылдың ішінде келісім шарт бар ма? Жазбаша. Сондықтан мына авторлық құқықты қорғауды халқын білу керек, ел білу керек авторларды. Бұл өмірде кім кетпеген мақсат пенен мұратқа жетсін деген. Артымызда келе жатқан ұрпағыма мәңгілікке із қалдырып кетсем екен. Қандай үлкен басымен сол ұрпақтарға қандай үлгі көрсетіп отырмыз. Өткені күні кеше 2023 жылы өзінің концертінде бүкіл авторларды жоқтап. Сондағы айтқаны, мынау әннің сөзін кім жазды? Әннің сөзін кім жазды, әнін кім шығарды, онда халықтың шаруасы жоқ, бұл Нұрланның әні деп айтқан видеолар да бар еді. Соны маған жіберіп жатыр. Мен ондай, шынымен айтқанда, ондай неге барғым келмейді, өзім негативтегі жек көремін өзім. Сондықтан да мен ойлаймын, енді оның бәрін неғып ол жариялап жатқаны осылай деп, мен айтпа деп оны айтқан емеспін. Нұрланнан бұрын да мен өзім айтқан бұл әнді. Ол айтып жатыр ғой, енді өзім айтам деп жатыр, өзі айтсын деп. Жоқ, мен Нұрланнан бұрын да айтқан бұл әнді.